Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде Пальма фильмі. Кино 1977 жылы әуежайда басталады. Орта жастағы ер адам Игорь Польскев өзінің иті Пальманы себетке салып, әуежайға келеді. Пальма ұрғашы ит ол қожайынымен бірге ұшаққа мінгелі жатыр. Ол айналасындағы әр дыбысты мұқият тыңдап, жолындағы барлық нәрсенің иісін сезіп келеді. Игорь төлқұжатын тексерткеннен кейін Пальмамен бірге ұшаққа отыруға бет алады. Бірақ дәл ұшаққа мінер алдында стюардесса иттің денсаулығы туралы құжаттарды сұрайды. Игорь қалталарын ақтарып, оны іздейді, бірақ таба алмайды. Ол стюардессадан өзін рейске жіберуді өтінеді, өйткені келесі күні жаңа армандаған жұмысына баруы керек. Стюардесса оның жағдайын түсініп, әуежайдағы ветеринарға барып, құжаттарды алуға кеңес береді. Игорь ветеринарға барып, Пальманы тексеруден өткізеді. Дәрігер иттің құлағында инфекция бар екенін байқап, анықтама беруден бас тартады. Игорь тіпті пара ұсынуға тырысады, бірақ дәрігер шешімінен қайтпайды. Сініксіз күйде әрі әбігерге түскен Игорь әуежай терминалына оралады. Ол стюардесса Нинаға болып жатқан жағдайды айтып береді. Пальманы қарайласатын ешкім жоқ екенін, және оның жалғыз қамқоршысы өзі екенін айтады. Игорьтің көзіндегі жасты көріп, Нина оған көмектескісі келеді. Бірақ дәл сол сәтте әуежай басшысы келіп, құжаттарсыз итті ұшаққа кіргізуге болмайтынын қатаң түрде мәлімдейді. Игорьдің жүрегі езіліп, ол сүйікті итін тастап кетуге мәжбүр болады. Ол Пальманы ұшу жолағынан алып шығып, себеттен шығарады. Сосын оны құшақтап, кешірім сұрайды. Пальма да қожайынына мейірімділікпен қарайды. Бірнеше секундтан кейін Игорь оның сүйікті добын лақтырып жібереді. Пальма оны қуып кетеді. Осы сәтті пайдаланған Игорь асығыс ұшаққа мініп кетеді. Ал Пальма допты алып қайтып келгенде, Игорьдің ұшаққа кіріп бара жатқанын көреді. Ол добын жерге тастап, қожайынына қарай жүгіре жөнеледі. Ұшақ ішіндегі жолаушылар иттің артынан қуып келе жатқанын байқайды. Бірақ Игорь оны елемеуге тырысады. Пальма ұшу жолағында ұшақты бөгеп қалады. Сондықтан ұшқыштар қозғалтқышты бірнеше секундқа тоқтатуға мәжбүр болады. Алайда Пальма шетке шыққаннан кейін олар қайта қозғалып, ұшып кетеді. Пальма ұшақты қуалап, ол бұлттардың арасына сіңіп кеткенше қарап тұрады. Кейінірек әуежай қызметкерлері қаңғыбас ит туралы шағым түсіріп, оны ұстауға шығады. Пальма олардан қашып, ұшақтарды жөндеумен айналысатын Тихонов есімді жұмысшыны жолықтырады. Ол ұшақтардың астына тығылып қалады. Осы кезде күзетшілер Тихоновқа келіп, итті көрмегенін сұрайды. Бірақ ол Пальманы құтқару үшін өтірік айтады. Келесі көріністе біз кішкентай Коляны көреміз. Ол ұшып бара жатқан ұшақтың терезесінен сыртқа қарап отыр. Жолаушылардың арасында Иван Лиско есімді жоғары лауазымды министр де бар. Ол ұшақтың ұшуы мен қонуынан қатты қорқады. Коляның әкесі Вячеслав Лазарев осы ұшақты басқарып келеді. Ол ұлы үшін алаңдап, стюардессадан оның ұйықтап қалған-қалмағанын сұрайды. Екінші жағынан, Тихонов Пальмаға бауыр басып, оған тамақ береді. Бірақ Пальма тамақ жегелі жатқанда, ұшақтың дауысын естіп, ұшу жолағына қарай жүгіреді. Бұл уақытта пилоттар ұшақты қондыруға дайындалып жатады. Бірақ ұшу жолағында иттің тұрғанын байқап, амалсыз тоқтайды. Лазарев ұшақты қайта көтеріп, қону әрекетін қайталауға мәжбүр болады. Бұл жағдай оған үлкен ыңғайсыздық тудырады. Өйткені ұшақта шетелдік делегация мүшелері отыр. Ұшақ қонған соң, Лиско әуежай басшысын қатаң сөгіп тастайды. Ал Пальма әрбір жолаушыны қарап, Игорьді іздейді. Бірақ оны таба алмайды. Әуежай басшысы болса ашуланып, күзетшілерге итті тез арада әуежайдан қуып шығуды бұйырады. Ақыры, күзетшілер Пальманы ұстап алып, автобустың ішіне қамап тастайды. Осы кезде Коля ұшақтан түсіп, офицерлердің итті өлтіруді жоспарлап жатқанын құлағы шалып қалады. Ол жазықсыз итке жаны ашып, оны құтқаруды шешеді. Коля автобустың ішіне кіріп, Пальманы босатып жібереді. Ашулы күзетші оны ұруға дайындала бергенде, Лазарев жетіп келіп, оның өз баласы екенін айтады. Кейін әуежай басшысы Лазаревті дұрыс қона алмағаны үшін және ұлы итті босатып жібергені үшін қатты сөгіп тастайды. Лазарев оған әйелінің жуырда қайтыс болғанын айтып, қазір ауыр психологиялық жағдайда жүргенін түсіндіреді. Ол ұлы үшін қатты алаңдайтынын, бұл оның шешім қабылдау қабілетіне әсер еткенін мойындайды. Лазаревтің жағдайын түсінген әуежай басшысы оны жұбатуға тырысады. Және бір айдан кейін халықаралық лицензия алатынын айтады. Бұл жаңалықтан кейін Лазарев сәлде болса қуанып қалады. Ал сол уақытта Пальма аузында қызыл добын түстеп, Тихоновқа қайтып келеді. Ол итке көлеңкеде демалу үшін төсеніш төсеп береді. Осыдан кейін біз Коляның әкесі Лазаревпен бірге қонақ үйге келгенін көреміз. Бірақ Коля әкесіне ренжулі болғандықтан, түнде қашып кетуді ұйғарады. Ол әуежайға келіп, туған қаласына билет алмақ болады. Бірақ әуежай қызметкерлері оған билет беруден бас тартып, қауіпсіздік қызметкерлеріне хабарлайды. Коля сол жерде тұрған отбасын көріп, олармен бірге екенін көрсетіп, ұшаққа өтпек болады. Бірақ стюардесса оның өтірігін байқап, күзетшілерге хабар береді. Дегенмен олар келгенше Коля қашып кетеді. Коля ұшақтың сыртындағы шағын кабинаға тығылып қалады. Оны байқап қалған Пальма үре бастайды. Күзетші оларды көріп қоймай тұрғанда, Коля тез кабинадан шығып, Пальмамен бірге қаша жөнеледі. Пальма оны өзінің жасырын орнына алып барады.
сол жерде екеуі түнді бірге өткізеді. Келесі күні таңертең Лазарев ұлының жоғалғанын байқап, уайымдай бастайды. Ол полицияға арыз бергелі жатқанда, Тихонов қоңырау шалып, баласының аман екенін хабарлайды. Лазарев бірден әуежайға келеді де, Пальмамен бірге ұйықтап жатқан ұлын табады. Ол ұлын үйіне алып кетуге тырысады, бірақ Пальма араға түсіп, оларды ажыратады. Ол Лазаревке қарап үре бастайды. Тихонов араласып, Лазаревке рейсіне асығуын айтып, Коляға өзі қарайтынын уәде етеді. Лазарев кеткен соң, Тихонов Коляға тамақ әзірлеп береді. Сондай-ақ оған ұшақ кабинасына кірудің өте қауіпті екенін түсіндіреді. Осы кезде стюардесса Нина келіп, Тихоновтың кофе ішіп отырғанын көріп, оны денсаулығына зиян екенін айтып сөге бастайды. Ол Тихоновтың қызы болып шығады. Сол сәтте Пальма ұшу жолағына қарай жүгіріп кетеді. Өйткені тағы бір ұшақ қонған еді. Коля да оның артынан барады. Пальма жолаушыларды мұқият қарап, қожайыны Игорьді іздейді. Коля оның қасында тұрып, өзінде жалғыз сезінетінін айтады. Өйткені анасынан айырылғаннан кейін ол да жалғыз қалған еді. Келесі күні Коля Пальманың мүшкіл халін көріп, әуежайдағы билет кассасынан Игорьдің мекен жайын алуға тырысады. Бірақ касса қызметкері бұл құпия ақпарат екенін айтып, бас тартады. Осы уақытта Пальма тағы бір қонған ұшаққа қарай жүгіреді. Бұл жолы ол Игорьге ұқсайтын бір адамды көреді. Ол ер адамның соңынан терминалға кіреді, бірақ жолда күзетшілердің көзіне түседі. Пальма қалайда терминалға кіріп, әлгі адамның Игорь емес екенін түсінеді. Осы кезде күзетшілер оны торлы құралмен ұстамақ болады. Дәл сол сәтте Коля күзетшілердің назарын басқа жаққа аударып, Пальмаға қашуға мүмкіндік береді. Пальманың терминалдағы әрекеті біраз шығынға әкеледі. Бірақ Коля мен Пальма күзетшілерден қашып үлгереді. Біраз уақыттан кейін кассада отырған әйел оларды тауып, Игорьдің мекен жайын береді. Сондай-ақ терминалдан қалай шығуға болатынын түсіндіреді. Келесі көріністе әуежай басшысы Лазаревке қатты ашуланады. Өйткені терминалдағы бүліншіліктерге Пальма мен Коля кінәлі еді. Басшы Лазаревке ұсыныс жасайды, егер ол Пальманы ұстауға көмектессе, халықаралық ұшқыш лицензиясын тезірек алатын болады. Лазарев бұл ұсынысты қабылдап, Коля мен Пальма жасырынған жерге ит аулаушылармен бірге барады. Сол жерде Нина мен Тихонов та болады. Олар ит аулаушыларды тоқтатуға тырысқанымен, бұл әрекеттерінен еш нәтиже шықпайды. Ақыры, Пальманы ұстап, арнайы көлікке отырғызады. Коля өзінің адал досының осылай кетіп бара жатқанын көріп, қатты қайғырады. Соңында Нина Лазаревке Коляның Игорьге арнап жазған хатын тапсырады. Түнде Лазарев Коляның хатын алып, оқи бастайды. Хатта Коля Игорьден адал серігі Пальманы қайтарып алуын өтінеді. Ол ең ауыр сәт сүйікті адамдарың сені тастап кеткен кез екенінде жазады. Лазарев бұл сөздерді оқып, қатты толқиды. Осы кезде ол түн ішінде Коляның бөлмесінен шығып бара жатқанын байқайды. Лазарев ұлының Пальманы құтқаруға кетіп бара жатқанын түсініп, оған көмектесуге шешім қабылдайды. Екеуі иттер ұсталып қамалған орынға жетеді. Бірақ оларды тосынсый күтіп тұр еді. Нина олардан бұрын жетіп қойған. Олар Пальманың қашып кеткенін біледі. Коля иттің қайда кетуі мүмкін екенін білетінін айтып, оларды сол жерге жетелейді. Барлығы әуежайға келеді. Коля жаңадан қонған ұшақтың жанына тұрып, Пальманы іздейді. Бірақ оны таппайды. Кейін ол Пальманың жолаушылар арасынан қожайынын іздеп жүргенін байқайды. Лазарев бұл адал итке көмектесу керек екенін түсінеді. Келесі күні ол журналистерді шақырып, Пальманың суреті мен оқиғасын газеттің бірінші бетіне жариялатады. Бұл жаңалық әуежай басшысын ашуландырады. Ол Лазаревке енді ешқашан халықаралық лицензия ала алмайтынын айтады. Дәл сол сәтте министрден қоңырау түседі. Министр Пальманың оқиғасын пайдаланып, халықтың назарын аударғысы келеді. Ол Лазаревтің әрекетін мақтап, оның халықаралық лицензиясын мақұлдайды. Осыдан кейін Пальма әуежайға келген жолаушылардың назарын аударатын ерекше итке айналады. Алайда уақыт өте береді. Ал Пальма болса Игорьді іздеуден танбайды. Бір жыл өтсе де, оның қожайыны әлі оралмаған. Лазарев пен Коля да бұл уақыт ішінде жақынырақ араласып кетеді. Министр әуежай қызметкерлеріне Пальма үшін ұшу жолағының жанында арнайы орын жасауға бұйрық береді. Бірақ Коля бұған наразы. Өйткені министр Пальманың жағдайын өз пайдасына асырып отыр. Пальма тамақ ішуден бас тартады. Дәрігер оны тексеріп, оның күйзеліске түскенін және тек Игорьмен қайта кездессе ғана қалпына келетінін айтады. Бір күні түнде нөсер жауын жауады. Коля сыртқа шығып, Пальманың жаңбырдың астында мұңайып тұрғанын көреді. Ол итті ішке кіргізуге тырысады, бірақ Пальма қозғалмайды. Ашулы әрі ренжіген Коля оған бәрі өзін тастап кететінін, әуелі анасы, енді Пальма екенін айтады. Бірақ бәрібір оны суықтан қорғау үшін күртесін шешіп, үстіне жабады. Екеуі бірге жаңбыр астында түнеп шығады. Келесі күні таңертең Пальма қайтадан белсенді. Кешегі көңілсіз күйінен айырылған. Коля оның ойнап жүргенін көріп, қатты қуанады да, оны үйіне алып кетеді. Үйге келгенде, Лазаревке бөлім бастығынан қоңырау шалынады. Ол Пальманы алып кету үшін Игорьдің келгенін хабарлайды. Лазарев Коля мен Пальманы алып, әуежайға бет алады. Коля Пальманы Игорьге бергісі келмейді, өйткені оған бауыр басып қалған. Бірақ Лазарев оған Пальма басқа адамның иті екенін, және оны шын сүйсе, бостандық беру керектігін түсіндіреді. Коля бұған келіседі. Олар көліктен шыққан кезде, министр өз пайдасы үшін Игорьдің оралуын тікелей эфирде көрсету үшін
бірнеше баспасөз өкілдерін шақырып қойғанын көреді. Игорь Пальманы көреді де оған қарай жүреді. Ақыры ол адал итін қайта табады. Бірақ Пальма бұрынғыдай қатты қуана қоймайды. Коля Пальманың қарғыбауын Игорьге тапсырып, көңілі түсіп, үнсіз кетіп қалады. Мұны көрген Лазарев Игорьмен сөйлесіп, Пальманы Коляда қалдыруын сұрайды. Ол тіпті оған жақсы ақша беруге дайын екенін айтады. Осы кезде Игорь Пальманы өзі де қайтарғысы келмейтінін, бірақ министрдің қысымымен осылай жасауға мәжбүр екенін мойындайды. Егер ол итті алып кетпесе, министр оны жұмыстан шығаратынын айтып қорқытқан. Келесі көріністе Игорь Пальманы алып кетуге тырысады. Бірақ Пальма қарсылық танытып, қашпақ болады. Алайда күзетшілер оны ұстап алып, ұшаққа кіргізеді. Осы уақытта Лазарев дәл сол ұшақтың пилоты ретінде рейске дайындалып жатады. Бірақ соңғы сәтте ол ұшудан бас тартады. Әуежай басшысы оны бұл әрекет үшін пилот лицензиясынан айырылуы мүмкін деп қорқытады. Бірақ Лазарев оны тыңдамай, шешімін өзгертпейді. Басшы амалсыз басқа ұшқышты шақырады. Осы кезде стюардесса Игорьге келіп, Пальманың медициналық анықтамасын көрсетуді сұрайды. Бірақ Игорьде ондай құжат жоқ. Министр ашуланып, ұшақтың дереу ұшуын талап етеді. Бірақ әуежай басшысы ережелерді сақтау керектігін айтып, анықтамасыз ұшуға рұқсат бермейтінін мәлімдейді. Игорь бәрін түсінеді де Пальманы босатады. Ол министрге бұл итті шатастырып алған болуым мүмкін деп сылтау айтады. Соңғы көріністе Пальма ұшақтан шығып, Коляға қарай жүгіреді. Коля оны күтіп тұрған еді. Екеуі құшақтасып, қайта қауышқандарына өте қуанышты болады. Осылайша адалдық пен достық жеңеді.